Телефонның бәрі сұлтанда. Атырауда мәйіті табылған ерлі-зайыптылардың туысы. Белгілі журналист Жанат Молдашева әлеуметтік желідегі парақшасында Атырау облысында болған резонансты трагедияға қатысты жаңа бейнежазба жариялады. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Журналистің айтуынша, ауыр қасіретке ұшыраған отбасы әлі де қайғыдан ес жия алмай отыр. Ал Жангелдин ауылының тұрғындарын үрей билеген қаралы отбасы бұл жауыз қылмыстан кейін өз-өзіне келе алмай жатыр. Жангелдин халқы қатты алаңдаулы. Ағайын туыс қаскөй қылмыскерді тезірек ұстауды талап етуде. Марқұмдар сарайдан қалай табылды? Бұған дейін тінту жүргізілген емес пе деген сұрақпен мыңдаған адам хабарласып жатыр, деп жазды Жанат Молдашева. Оның айтуынша, оқиға басталғалы бері қасында жүрген марқұм Мақсат Қарабалиннің інісі Шалқар Мұханғалиев бірқатар сауалдарға жауап берген. Бұл өте ауыр жағдай, бірақ бұл жеке отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның трагедиясына айналған соң айтылуы да, жазылуы да керек. Қара жамылған отбасының туыстарына қандай жұбату сөз айтарыңды да білмейсің, деп қосты журналист. Осы жазбадан кейін Жанат Молдашева марқұм Мақсат Қарабалиннің інісі Шалқар Мұханғалиевтің айтуынша, марқұм Нәсіп Өтешқалиеваның туыстар чатына жіберген аудио хабарламалары бар. Нәсіп жеңгеміздің ағайын туыстарының чатына жолдаған аудиосы сақталған. Сол хабарламалардың бірін 7 қараша күні жіберген. Күдік тудырмас үшін әдейі жіберілгендей әсер қалдырады. Қалай болғанда да ол хабарламаларды біреу жолдап отырған. Қазір барлық телефон Сұлтанда болғаны айтылып жатыр. Сол себепті аудиоларды да Сұлтан жіберген болуы мүмкін деп ойлаймыз, деді ол. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықтан ең алдымен қайғыға тап болған отбасының ғана емес, тұтас бір ауылдың психологиялық күйі қаншалықты ауыр екенін аңғаруға болады. Бұндай резонансты істерде қорқыныш пен белгісіздік адамдарды алаңдатпай қоймайды. Журналистің бұл мәселені қайта көтеруі қоғамдағы сұрақтардың әлі де көп екенін көрсетеді. Ақпараттың ашық айтылуы, сұрақтардың жасырылмауы, қауесет пен жалған болжамның алдын алуға көмектеседі деп ойлаймын. Сонымен бірге туыстардың сезімін, ішкі күйін жеткізу арқылы бұл істің жай ғана статистика емес, нақты адамдардың тағдыры екенін еске салады. Дегенмен мұндай кезеңде асығыс тұжырым мен нақты дәлелсіз айыптаулардан барынша сақ болған жөн. Тергеу барысы күрделі әрі уақытты талап ететін процесс. Қоғамның әділдік сұрауы орынды, бірақ эмоцияға ерік беріп кету жағдайды ушықтыруы мүмкін. Журналистің сұхбат форматында дерекке сүйене отырып айтуы салыстырмалы түрде байыпты тәсіл. Ең бастысы, бұл істің шындығы анықталып, әділ шешім қабылданса, қоғамның да, қаралы отбасының да көңілі біршама тыныштар еді.